Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік? Бүгінгі менің сіздерге ұсынып отқан тақырыбым өздеріңіз байқағандай атадан қалған баталар жайлы. Көпшілігіңіз, яғни бәріміз той-томалаққа көп барамыз. Барған жерден тойдың басын тамадалар, асабалар бата беруден, әулеттің үлкендерінен, ақсақалды қариялардан бата сұрайды. Кейде көңілің толмай келеді, кейде риза болып қайтасың, бірақ көбінесе бата бер десең, тост айтып, тілек айтып кететін үлкен кісілер болады екен. Жастар үйренсе екен, осындай бата беруді оқыса екен, білсе екен дейміз. Үлкендердің де қатары осындай сөздерге үйір болса екен деген оймен сіздермен бөліскім келіп отқан мынау атадан қалған баталар деген кітапшадан үзінділер келтірейін. Бұл кітапшаның авторы Жамбыл облысы Жуалы ауданы азаматы Мақсұт Даутбаев деген жігіттің құрастырушы жайлы мәлімет айтатын болсам, 1969 жылы Амансай ауылында дүниеге келген екен, Жамбыл облысына еңбегі сіңген екен. Құрастырған кісіге де көп рахмет. Бата өте көп екен, қысқасы да бар, нұсқасы да бар, ұзын сонар бірнеше бет бата да болады екен. Ондай батадан кейде жалғып та кетесің, қысқа нұсқаны жаттап аласың дегендей ғой. Барған жерің бай болсын, төрт түлігің сай болсын деп қысқа қайыратын да бата болады екен. Майын тамызып, көптің аузын аштырып, жым-жырт ететін қариялардың, батагөй қариялардың жолын берсін деп отырмын. Соның бірі Сүйінбай ақынның Жамбылға берген батасы бар екен. Ағайындар, туғандар, жүрген жерің нұр болсын, тыңдағаның жыр болсын, жолымыз босқа болғанмен тілегіміз бір болсын. Әуелі Алла оңдасын, оң жағынан толғасын, жан жағынан қорғасын, бақпын дәулет қатар кеп, мыңғырып өссін мал басың. Ұрпағымыз мол болсын, қайда барса жол болсын. Қария мен қарт әже ақ тілегі оң болсын. Жаппар ием құдірет, айтқан сөзім қабыл ет. Қазынасы кен құдайым, орындалар ақ тілек. Ағайым бауыр жақындар, сәл-сәл ғана сабыр ет. Аллау ақбар деген екен. Ұзын демес, қысқа демес, мына бір бата өзіме ұнады, сіздерге ұсынайын. Төле бидің Есенгелді ел ішіне таныла бастағанда берген батасы. Я Құдай, 8 күндік өмірде 9 күндік бақ берсін, арам түбі реніштен сақтап, адал түбі кеншіке жолықтыр. Асылып келер ажалдан сақтап, аймалап келер арманға жолықтыр. Ашығып келер мазақтан сақтап, тасынып келер пәрменге жолықтыр. Дардайып келер досыңнан сақтап, дағдарып келер жолдасқа жолықтыр. Дауласып келер таныстан сақтап, дамылдап келер біліске жолықтыр. Мардымсып келер құдаңнан сақтап, майдалап келер бекзатқа жолықтыр. Маңғасып келер жуаннан сақтап, майысып келер жекжатқа жолықтыр. Ырылдап келер ұрыстан сақтап, ықпалдап келер әрекетке жолықтыр.Ысылдап келер керістен сақтап, ығысып келер берекетке жолықтыр. Серттесіп келер сенделістен сақтап, сенсіп келер серікке жолықтыр. Селдетіп келер селебеден сақтап, себелеп келер нәсіпке жолықтыр. Еселеп келер жоқтықтан сақтап, ептейлеп келер кәсіпке жолықтыр. Есіртіп келер тоқтықтан сақтап, есіркеп келер тірлікке жолықтыр. Ентелеп келер егестен сақтап, емпеңдеп келер бірлікке жолықтыр. Егесіп келер кесірден сақтап, еңкейіп келер мәмлеге жолықтыр. Састырып келер сүргіннен сақтап, сабырмен келер салтыма жолықтыр. Бостырып келер бүлгіннен сақтап, бостандық алған халқыма жолықтыр. Әумин, Аллаху акбар деген екен. Үйренетін де болады, жаттайтын да, әрдайым айтатын да баталар болады екен.
Соның бірі Төле бидің батасы дейді. 9 жасар жетес 90-дағы Төле биге сәлем бере барыпты. Сонда Төле би: бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа не қалайсың балам депті. Сонда жетес бала: о қасиетті баба, ат берсең өліп қалады, тон берсең тозып қалады. Ат тонға бергісіз өлшемейтін, өшпейтін, өлмейтін, өшпейтін, өмірі естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын депті. Онда қолыңды жай балам депті де Төле би: бір үйдің баласы болма, көп үйдің баласы бол, бір елдің атасы болма, бір елдің данасы бол, бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол, ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала, өзегің талса өзен бойын жағала, басыңа іс түссе көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол, әумин деп бата беріпті дейді. Айта берсе мақал да көп, бата да көп, өсиет сөздер де көп. Соның барлығын жайлап сіздермен тамтымдап келесі жолыққанда тағы айтармын. Бірақ аталар сөзі ақылдың көзі деген осылай аталы сөздерді сіздермен бөліскенге не жетсін. Артық кем болса айып етпеңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір білдіріп отырсаңыздар құба-құп болар еді. Сіздермен жолыққанша, жақсы тақырып тапқанша аман сау болайық. Сау саламатта болыңыздар.